Сәлем достар, ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін Наурыз көжесіз елестету мүмкін емес. Бұл күні уыз қатырылып, қымыз сапырылып, Наурыз көже дайындалады. Сонымен бүгін біз уыз қатырмасақ та, қымыз сапырмасақ та, дәм мен сәнін келтіріп, Наурыз көже дайындамақшымыз. Біз бұған дейінгі жылда түсіріп жүрміз арнамызда, неше деген түрлі комментарийлер келіп жатады. Әрине, оның түп төркіні бір адам сияқты, сол олай жасалмайды, мынау бұлай жасалмайды деп. Және сонымен қатар, мінекей мен осылай жасадым, мынаны көріңіз деген бірде-бір қозғалыс жоқ комментарийлер жылда бізге қарша борап жатады. Сондықтан біз оның барлығын ескере отырып, биыл тағы бір Наурыз көженің дайындалу мәзірін ұсынбақшымыз. Сонымен біз бастаймыз. Наурыз көженің құрамына қажетті нәрселер екі бөлікке бөліп алдым. Сүт, ағарған жағы және дәнді дақылдар жағы етіп, және біз міндетті түрде сүрленген ет қосамыз, қазы қосамыз және тұз бен су қосамыз. Дәнді дақылдар сөк, күріш, арпа, фасоль, ақ және сары жүгері. Бұны арнайы бөліп қойған ноқат және бидай. Одан бөлек бізге айран, сүт, қаймақ және құрт қажет, ет, тұз, су. Осы нәрселермен біз өте дәмді Наурыз көже дайындайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қазанымызды алып, ең алғаш қазанымызға суымызды құйып аламыз. Сүрленген қазымыз бен тұздалған етімізді саламыз. Бұның орнында сізде сүрленген ет болса тіпті жақсы. Қазанымыздың қақпағын жауып, қазанымызды пешке қоямыз. Бұдан кейін ыдысымызға, кастрюлемізге тағы да су құйып, дәнді дақылдарымызды біз 1,5-2 сағат бұрын салқын суға жібітіп қойғанбыз. Соларды шетімен құйып шығамыз. Ноқатымызды салдық, жүгері, фасоль, қызыл фасоль, түсін жақсы, түсі шығуына жақсы, бидай, арпа, күріш және сөкті біз кейінірек салатын боламыз. Енді осы дәнді дақылдарымызға тұзымызды салып, қақпағын жауып, бұны да пешімізге қоямыз. Етіміз бен дәнді дақылдарымыз 1 сағат, 1,5 сағат шамасында әбден қайнайды. Біздің етіміз пісті, дәнді дақылдарымыз пісті, сорпамыз әлі жылы. Оған мұндағы сөгімізді салып жібереміз. Бір араластырып, мұның бетіне бұған дейін пісіріп қойған дәнді дақылдарымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мұның үстіне бұған дейін дайындаған сүтіміз, яғни ағарғандарымызды құямыз. Сүт бізде алдын ала піскен сүт. Бұдан кейін айранымыз. Құртымыз, сүзбе, яғни құрт жасауға арналған кішкене сорпадан алып қосып, араластырып жібереміз. Біркелкі массаға жеткенше. Және Наурыз көжемізге араластырамыз. Ең соңында келіп, қаймағымызды араластырамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз.
Және кішкене суытамыз. Бұл суып жатқан уақытта етті, қазыны біз өте сақтап тураймыз. Және осы дайын болған көжеміздің үстіне қосамыз. Етімізді, қазымызды турадық. Бұны да дайын болған наурыз көжемізге қосамыз. Иісі мұрынды жарған наурыз көженің өзі болды. Жақсылап араластырамыз. Және ұсынатын ыдысымызға толтырып құямыз. Наурыз көжені несібеміз мол болсын деген ырымдап қазақтар ыдысты толтырып құйған, және сол ыдысты тауысып ішкен деген мәліметті оқып қалдым. Наурыз көжеміз дайын. Астарыңыз дәмді болсын, наурыз құтты болсын. Күшті. Дәмі өте күшті, дәмді. Қазір қайтадан.